Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін каналымда сіздерге кез келген тортқа пайдалануға болатын бисквит немесе жай ғана өте дәмді, тез жасалатын пирогтың жасалу рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен үлкендеу ыдысымызға айранымызды, сұйық майымызды, шекерді және де разрыхлитель барлығын саламыз. Сонымен қатар електен өткен ұнымызды салып, барлығын араластырамыз. Пирогқа қажетті заттардың мөлшерін видеоның астына описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жерден қарап көре аласыздар. Міне барлығын салып, видеода көрсетілгендей консистенцияға жеткенше жақсылап араластырамыз. Консистенциясы өте сұйық емес, қатты қамыр болып та кетпейді. Міне осындай қоюлау болып шығады. Осыны өзіміздің арнайы формамызға құямыз. Менде форма болмағандықтан осындай ыдысқа құйып пісірдім. Сіздер 22 диаметрлік формаға салып пісірсеңіздер, өте керемет көтеріліп пісетін пирог болады. 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минутта піседі. Қызарғанша пісіріп аламыз. Өте дәмді және де жасалу жолы өте оңай болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі деген өте керемет. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналдың дамуына үлесіңізді қосып, құрбыларыңызбен, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Пирогымыздың піскенін осылай зубочистканың көмегімен көретін боламыз. Арасына салып көреміз. Егер ештеңе жабыспайтын болса, онда біздің пирогымыз пісті деген сөз. Өте жұмсақ, үлпілдек пирог болып пісті. Кез келген тортқа немесе кез келген креммен араластырып жақсаңыздар, өте дәмді болады. Кез келген затпен үлесіп кетеді. Міне осылай бетіне сахарный пудра салып сәндеп қойсаңыздар да пирог ретінде де өте дәмді пирог болады. Ас болсын, баршаңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасасаңыздар комментария бөліміне жаза отырыңыздар. Баршаңызға рахмет.